Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пайдалы, өте оңай дайындалатын астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен фаршқа менде сиыр етінің фаршы, майда туралған пияз, майда туралған аяқ желкен, сарымсақты үккіштен өткізіп, тұз, қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Сосын жұқа етіп котлет жасаймыз. Мен бұл тамаққа кәді, баялды, картоп, қызанақ және болгар бұрышын қолданатын боламын. Барлығын жұқа етіп турап аламын. Бұл тамаққа тек қана картоптың өзін қолдануға болады. Барлығын бір-бірлеп видеода көрсетілгендей тізіп аламын. Мен формамның көлемі 21-21 см. Артық қалған көкөністерді жан-жағына, айналасына, ортасына тізіп шығуға болады. Болгар бұрышын майдалап турап, орталарына тізіп шығамын. Соусы үшін қызанақты үткіштен өткізіп, үстіне сұйық май, тұз, қара бұрыш және су қосып жақсылап араластырамыз. Соусты көкөністердің үстіне құямыз. Мен пергаментті сулап алдым. Форманың үстіне оңай жабылады сонда. 220 градустық пеште пергаментпен 40 минут пергаментті алып тастап, 10-15 минут тағы да пісіреміз. Тамақ дайын болды. Мен бұл тағамды күрішпен ұсынамын. Өте дәмді, оңай және тез жасалатын пайдалы тағам. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Өте қуанатын боламын. Сіздермен бірге болған баршын. Келесі видеоларда кездескенше.